60 жылдары гинеколог врач келді, менің өзімнің танысым. Соны айтады, мен қызымның аузынан иіс кетпей жатыр. Вот сейчас 6-да школға дайындап жатырмын. Аузының иісі деген енді страшно, прямо горшоктың иісі дейді ғой. Почему ол деген кіп-кіттай бала не болып қалды соншама? Мен бүкіл стоматологтың уже аузының тісін бәрін санация жасап, бәрін дұрыстадым дейді. Но иіс кетпейді. Мен айтамын, ну давай противопаразитарный өткізейік. Айтады, жоқ, мен осыдан 3 ай бұрын аптечный препарат, это дикарис, там, пирантель, соны бердім, қазір бәрі таза дейді. Жарайды. Бірақ, говорю, ол шығармайды, өйткені ол өлтіреді, потому что ол химия. Өлтіреді, өлтіргеннен кейін ол кишечникке қалады, оны тазаламасақ, да. Сосын ол разлагаться етеді, содан кейін ол еще больше интоксикация вызывать етеді организмде баланың. Ну, конечно, иіс болады. Я говорю, ну ладно, енді деген берші мынаны деп корл черный орехты бердік. Содан где-то кетті үйіне, и этот корл майын алды. Я говорю, су обязательно, потому что шаю керек. Су только постоянно движениеде болады. Ол деген бір орында тұрмайды. Сол шығарады, бәрін өзінің жолын табады, куда нужно идти, да. Со деген сағат 11-лерде маған звондап тұр. Представляешь, жаңа қызым, мама, попка, шошысы деп шауып жүр дейді. Сосын горшокқа отырғызсам, полный горшок, глисты, ана астриция бар ғой, астриция түсті дейді. Сонда ол 9-да бердім дейді. Где-то 11-лерде бала горшокқа отырды дейді. И сөйтіп, сонда менің ана препаратты бергенім қайда кетті дейді. Мен постоянно для профилактика беріп тұрам дейді. Мои дорогие, олай беруге болмайды. Химия вообще беруге болмайды. Ол еще больше интоксикация вызывает етеді.